Ата-ана мынау не ол? Ұзын қолан шашты сұқ көзден сақтай біледі. Шашында әдемі, көз тартарлық шашбау тағылып тұрса, адамның көзі шашқа емес, шашбауға түседі. Сондай-ақ, бойжеткен қыз баланың жүрісін жөндеу үшін біз шашбауды таққанбыз. Бізге апамыз қашанда қатты жүгірме, оқыс қозғалба, шолпы қатты сыңғырламау керек деген. Шолпының даусын естігенде үйдегі ер кісілер қалжыңын тоқтатып, қыз балаға деген Қандай ою? Қазақтың ең көне оюының бірі қошқар мүйіз. Ол береке мен молшылықтың символы. Мен бұл кілемшеге тұлпардың бейнесін қостым. Бұл еркіндіктің, батыршылықтың белгісі. Әр жіп, шыдамдылық, әр өрнек, тарих, әр түс, мағына. Қолөнер менің тілім. Осындай ұлттық туынды тоқуға сіздің де үйренгіңіз келеді ме? Қанаты, мүйіз оюының ізімен бейнеленген құстың қанаты тәріздес ою өрнек. Бұйымдарда көп қолданылатын бұл ою қанатын жайып ұшып келе жатқан құсты тұспалдайды. Бұл өрнек ұзатылған қыздың түскүйіз, сандық қап сияқты бұйымларына, отау құрып шығатын ұлдардың жиһаздарына салынып, ұясынан ұшқан балапандарым, сендер әлі де ата-ана қанатының қамқорындасыңдар деген мағынаны білдіреді. Ертеде бір аңшы жігіт болыпты. Биік таудың қиын қиясынан теңбіл марал атып алады да, маралды етекке түсіру үшін ішек қарынын ақтармалап алып тастайды. Содан арада айлар өткенде аңшы жігіт анатуға сол жерге барады. Барлап қараса, өткенде атқан маралдың ішегі қарағайдың бұтағына қостын болып керіліп қалғанын көреді. Қарағайдың бұтақтарына керіле кепкен ішекті сәл ғана жел тербесе, ызыңдап жанға жайлы дыбыс шығарады. Сол жігіт ішекті үйге алып келеді де бір аспап жасап, соған қос ішекті тағады. Содан тартып көрсе, шынында да қос ішекке тіл біткендей сұңқылдап қоя береді. Осылайша домбыра көптің сүйіп тыңдайтын аспабына айналады. Қазақ аңызы осылай десе, осыдан 17 ғасыр бұрын жасалған Алтай жотасының бір үңгірінде сақталып бізге жеткен кәрі домбыра шанағының сыртқы бетіне бұғының, бұланның суреттері ойып салынған. Сол домбыраның мойнында көне түркі жазуы, яғни руналық жазуы бар. Бұл домбыра 3 ғасырға ғұн империясы дәуіріне жатады. Домбыраның кем дегенде 10 мың жылдық тарихы бар. Қазақстанда ұлттық домбыра күні мейрамы шілденің 1 жексенбісінде тойланады.